Махаббат ертегісі 44 бөлім. Бүгінгі эпизодта өте керемет сәттер болады. Киноның басында Куршат Гүлизарға звондайды. Гүлизар, мен сізге кездесуге бола ма? Сізге бірдеңе айтқым келіп еді, бірдеңе өтінетін едім, сол үшін де бір жерге барып кофе ішіп отырып кездесейік дейді. Гүлизар бұған қатты қуанады, өйткені Куршатқа ғашық еді. Солай, мен қазір айтамын дейді. Солай екеуі кездесуге дайындалады. Ал комиссар Рашидке Сәлім келеді. Тезірек Жайланның жағдайын, қандай ісін, маған барлығын біліп берші дейді. Осылай Жайлан деген осы қыздың қаншалықты былыққа батқанын және қылмыскер екенін барлығын біледі. Жайланды осылайша ұстап әкетіп өзінің көлігіне әкеледі. Бұндағы жері Жайланды полицейлерден құтқарып қалу. Осылайша Жайланды тағы да полицейлерден құтқарып қалады және мен өзін сондай керемет жан ретінде көрсетеді. Егер менен кеткің келсең, дәл қазір түсіп кет дейді. Бірақ көліктің ар жағында полиция қызметкерлері Жайланды іздестіріп жүр. Жайлан 36 миллион қарыз екен, өйткені ол алаяқ болып шығады. Орманда пикникке келген 4 жұп, төртеуі осылайша бір-бірімен ұрысқан секілді. Махир мен Жанпеза басып түспей жүр. Негізінде Жанпеза мен Махирді татуластырамыз деген екі дос, бірақ өздері аяғында махаббатқа сезімдер ұласып кетеді. Оларды алдап, ет әкелуіміз керек, етті ұмытып кетіппіз деген сылтаумен шығып кетіп, орманның ішінде көліктері бұзылып, екеуі сол жерде сырласып қалады. Олар осылайша Махир мен Жанпезаның бір-бірінен қайтадан табысуына тілектес болып, орманның ішінде бөлек қонады. Түнде Махир жатқан, бірақ оның дұрыс қондырылмаған шатыры құлап, өзі де шошып кетеді. Бұны кім істеген деп айқайлап атып тұрады да, амалсыз Жанпеза жатқан шатырға келеді. Ол жерде Жанпеза да ұйқысы келмей қорқып жатқан болатын. Осы жерге келіп, екеуі теріс қарап жатқан секілді, бірақ алайда екеуі де ұйқыға кеткен кезде міндетті түрде Махир құшақтап алады. Ал мұнда тоңып қалған Сараға Салих өзінің сырт киімін беріп, екеуі осы жерде махаббаттары ашылып, сезімдерін айтып, бір-біріне жылы сөздерін айтып отыр. Таңертең машина келіп, осылайша машиналарын құтқарып қалады. Ал мұнда Жанпеза мен Махир құшақтасып татуласады. Және ол осылай кезде ғана маңдайынан сүйгенін досы Сараға мақтанып айтады. Таңертең келгеннен кейін, қайда жүрсіңдер, неге кетіп қалдыңдар, неге бізді алдадыңдар, қой біз қайтамыз, мұндай пикнигі құрсын деп жиналып барлығы үйлеріне қайтады. Жанпезаның әжесі өте қатты суықтанып, өкпесіне дейін салқын тиген, бірақ больницаға бармайды, үйінде жатады. Куршат өзінің ғашық болып жүрген әйелі Гүлизарға қолы жетіп, оны мен бірге кофе ішуге шағын дәмханада отырады. Екеуі бір-бірлерін сырын айтады. Ол өткенде әйелсіз өткенін, бұл күйеуінің ерте қайтыс болғанын айтып, және Жанпезаның анасыз өскенін айтып, Жанпеза өте керемет ақылды қыз екен Куршатқа айтып жатыр. Перман болса қипалақтап жүріп, көңілдесіне ДНК тапсыртуға көндіреді. Перман үшін әрине келіседі ДНК тапсыруға. Сәлім әдеттегідей өзінің жоспарларын құрып, тағы да Рашидке барады және Жайланның қанша қарыз екенін біліп алып, сол адамдардың барлығына жету үшін Жайланға арнайы тосын сый жасайды. Өйткені Жайланда қатты сүйеді. Солайша Сәлім Жайланға 36 миллион ақша беріп және хат қалдырады. Егер құтылғың келсе, әлгі адамдардың қарызынан құтыл да, осы үйде тыныш жүр, болмаса осы ақшаны алып бұл үйден кететін бол, екі таңдау жаса дейді. Осы кезде Жанпезаға Мабеш ханым қоңырау соғып, әжең қатты ауырып жатыр дейді. Жанпеза тезірек баруға тырысып, және қасында Сара екеуі жүгіреді. Алайда ол үйдің есігінің алдында Сәлім тұрған білмейді. Куршаттағы анасына келген кезде Сәлімнің адамдары келіп, сыртта күтіп тұр Сәлім сені, тезірек дейді. Бұндағы мақсаты Сәлім Махирді шақыртып, Махир дәл өзінің көзінше Махирді аттыру еді. Жалғасы бар. Кино өте қызық. Лайк баспайтын